Назарбаев зияткерлік мектебінде мен жан-жақты болуды үйрендім. Алтын ұя мектебінде жүрегінде оты, көзінде жалыны бар адамдармен танысып, олармен бірге армандауды, мақсат қойып, ал оларға жетуді үйрендім. Осындай мүмкіндіктер сыйлаған Назарбаев зияткерлік мектебіне әрдайым қолдайтын атына, мұғалім, достарыма барлығына алғысымды білдіргім келеді. Енді міне тілек ретінде үлкен өмірге қадам басқалы жатырмыз. Осы мектепте алған білімімді болашақ тәжірибемен ұштастыра отырып, өзімнің елімнің, қазақ қоғамының дамуына үлес қосатыныма сөз беремін. Назарбаев зияткерлік мектебі мені жаңалықтарға ашық болуға, заманауи өзгерістерге лезде бейімделуге, жан-жақты ойлауға үйретті. Ата-анасы мақтанып тұтатын, достары құрметтейтін тұлға ретінде өсірген еш саған алғысым шексіз. Ал енді осы мектеп қабырғасында алған білімімді, сіңірген ақылымды еліміздің өркендеуіне бағыттауға ант етемін. Егер де еш болмаса, маған әлемдік сатыдағы білім алуға мүмкіндік берілмей, ой өрісіп кеңеймей, белім шыққанша өте көп уақыт өтер еді. Мені мораль және білім жағынан өте ерекше қылып өсірген осы мектепке рахмет. Қазір қасымдағы қымбат адамдарды кездестіру, болашағымда анық көру мүмкіндіктерінен айырылатын едім. Я бы и понятия не имела, сколько великих возможностей есть в этом мире, и сколько из них открыты мне, стоит лишь протянуть им свою руку. Эта школа научила меня тщательно трудиться, настойчиво идти к своей цели и не бояться думать в пределах своих знаний, всегда искать новое. А самое главное, эта школа свела меня с самыми лучшими людьми, видимых друзей, учителей, кураторов и наставников, каждый из которых внес свой вклад в мое развитие. Именно тут я поняла, чем я хочу заниматься дальше и к чему лежит моя душа. Я уверена, что буду стремиться быть лучше, несомненно, внося вклад в будущее своей Родины. Спасибо. Егерде еш болмаса, өткімді өзгерткен адамдар болмас еді. Қоғам адам үшін, адам қоғам үшін маңызды болып, осы өмірде өз орнымды табуда ниш маңызды рөл алды. Осындай асыл адамдармен, достарымен және мұғалімдермен кездестіргенің үшін рахмет саған, Ниш. Еліме қызмет етуге ант беремін. As students, we have made many memories together, both joyful and perplexing, most of which now we can look back upon and laugh. Every end has a beginning, so this is just another one. In the future, I promise to keep the honor of NIS anytime and anywhere I am. Қазір алдыларыңызда тұрған мына мен осы білім ордасында тәлім тәрбие алдым, іргемді қаладым. Осындай білімді де білікті ортада жүргенімде 6 жыл көзді ашып жұмғанша өте шығыпты. Ендігі кезекте академиялық тұрғыдан ғана емес, жан-жақты тұлға ретінде қалыптасуыма атсалысқан барша ұстаздар қауымы мен достарыма басымды иіп алғыс айтамын. Ендігі кезек менде еліме адал қызмет етуге уәде беремін. Я благодарна за возможность закончить школу с теми же ребятами, с которыми в 7 классе я впервые переступила порог этой замечательной школы. Сравнив опыт обучения за границей, я поняла, что МИШ – это действительно место с очень высоким уровнем образования. И я счастлива, что с гордостью могу назвать себя частью этого класса и этой школы. В будущем я обещаю, что попытаюсь максимально применить все те знания, которые я тут получила. Спасибо. Расында, ең биік шыңдарды бағындыруда, ең терең құздардан күннің жарығына ұмтыла шығуда, үйренуге, дамуға деген шексіз құштарлығымды арттыруда, алтын ұям Ништің рөлі ерекше. Мектебім бере алған тәжірибені ешқандай мекеме бере алмас. Неліктен дейсіз бе? Себебі мен Ништа шынайы білімнен іздеп таптым. Өз жолымды, өз болмысымды қалыптастырдым. Мен бұл жерде риясыз махаббаттың не екенін түсіндім. Шынайы достықтың кілтін таба алдым. Егер Ниш болмаса, мен болашаққа деген сенімімді қайдан және қалай алар едім? Егер Ниш болмаса, жеткен жетістіктерім өзгенің жетегінде кетуші едім. Мектебімнің берген жылуына, бойыма сіңдіре алған барлық ұлы, құнды қасиеттеріне,
мендегі мінезге шексіз рахмет айтамын. Егер еш қабырғасында білім алып төлемегенде, мен бүгінгі бейбарыс болмас едім. Осы мектепте алған бар білімімді ел игілігіне жұмсауға ант етемін. Алда талай асулар, асқақ армандар мен жарқын болашақ күтіп тұрмас еді. Мен осы мектепте тәлім алып, елімнің болашағының дамуына үлес қосуым керек деген ниетпен қанаттанушы ма едім. Келешекке үміт сыйлаған аяулы мектебім, Қазақстаным, өзіңнен алғанымды өзіңе адал еңбегіммен, мендегі бар күш-жігермен, үлкен сүйіспеншілікпен қайтаруға уәде беремін. Жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. Ұлы топырақта дүниеге келдім, ұлы топыраққа қызмет етемін. Парыз сезімі, адамгершілік, ол жеке бастың, ұлттың, отанның мақтанышы. Өмірге келген кез келген адамның өзіндік атқарар борышы мен парызы, мақсат міндеттер болуы заңдылық. Ердің парызы не? Елдің қамын жеу, ұрпақ өсіру. Оның барлығы парыз сезімінен, адамгершіліктен бастауын алады. Жарқын болашағымның есігін ашып, бойыма қазақтың рух намысын сіңірген еліме алғысым шексіз. Сол елім үшін маңдай терімді төгіп, алдындағы парызымды өтеймін деп ант етемін. Туған елім қорғауға дайын азаматты тәрбиелеу қара шаңырақ иесінің парызы. Ал қара шаңырағына және халқына арналған рақымшылық әр азаматтың парызы. Ер жүрек батырдың бойына парыз сезімін беру ұлттың болашағының нышаны. Қанша жол, қанша қыс, уақыт бізді аямады. Самал жел қақаған боранда жол толғап, қараңғы жолда шам іздедік. Туылғаннан баласын арыстан, жолбарыс, алтынға теңеген қазақтың ұлдарымыз, сенім мен арманымыз. Батырлардың ұрпағы сөзім, ойларын іспен, әрекетпен дәлелдейді. Сөзім сөз, ат жібін түзу ұстап, ақ жолдан тайынбай, осынау жағдай мен білім жасаған мемлекетіме мәңгілік қызмет етуге ант етемін. Қазағым, халқым, күні-түні еңбек етіп, жарқын болашақтың мүмкіндігін сыйладым. Еңбек нәрімен сусындатып, өмірге деген көзқарасымды өзгерттім. Бала кезінен елімнің ертеңі, елімнің болашағы деп тәрбиелеп, бойыма қазақы рухты, жігерді, намысты сіңірдім. Ешқашан берілмей, күресе білуді үйреттім. Өзіне алғысым шексіз. Енді міне батыр ұлын ер жетіп, үлкен белестерді бағындыруға дайын тұр. Өзіме артылған бар үмітті, бар сенімді ақтауға ант етемін. Қазақтың даласында сонау ғасырлар бойы ақындар мен батырлардың қаны жүретін. Бірі сөзімен, бірі білегімен дау шешетін, ел бақытын және намысын құраған зор тұлғалардың қаны әлі де бар. Қазіргі заманның батырлары адамның өмірін ақыл біліммен, айқын оймен, анық ниетпен сақтайды. Дәл қазір осы жерде тұрып, біз қазіргі заманның батырлары болатынымызға сенімдімін. Елім, отаным үшін аянбай еңбек етуге ант етемін. Ұлтаны болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, билігім бар жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның, шұғыласынан жыр алдым. Миллиондарға сатылмас
тағдиры қымбаттанамын. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Егер теңіз болмаса, біз осындай болар ме? Білімді зиякер мәдени тұлға болып толар ме? Егер теңіз болмаса, біз жан-жақты болар ме? Болашақ сенің боп елімен, мақсаттарға толар ме? Біз бақытты болар ме? Егер теңіз болмаса, жарқын достар табар мен. Жалынды жанашыр ұстасын, жолда да сыр солар мен. Тәуелсіздік болмаса, біз сергеніш болар ме? Талантты, талапты бүлдіршін, ескерусіз қалар ме? Біз бақытты болар ме? Білім, білік, тәрбие бәрін берген. Қош келдіңіз, ардақты ата-аналар, баласы үшін жігерін, жанын берген. Зияткерлер 20-20 түледі. Нұр ұяда өсіп өнді түледі. Шәкірттерім жүрегімнің гүлдері, көңілімді көзіңнен ақ біледі. Концертті көрдік. Мен Шолпан Мадиевна мен Аягөз Хаймульдинаның қалай тербеліп отырғанын, кейде көздерінің жасына ерік бергендердің бәрінің куәсі болдым. Өйткені не себепті? Өйткені бұл оқушылар біздің мектепке 7-ші сыныпта кіріп, кішкентай балапан ретінде қазір түлеп ұшып бара жатқан сол сезім. Сондықтан да тербелмеу, жүректі тербетпеу мүмкін емес. Кеше келген томпақ балаларымыз арландай тарландай жігіт болды. Қыздарымыз үлкен бой жеткен болды. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай балаларды тәрбиелеп, бізге бергендеріңіз үшін. Мен өте қуаныштымын бұларға сабақ бергеніме. Шынымды айтсам, бұларға 7-ші класстан бастап сабақ бердік. Енді тоқтымын. Ата-аналар, сізге үлкен рахмет. Осындай бала тәрбиелеп, осы мектепке әкелгендеріңізге. Ал енді осы жерде отырған осы балаларға сабақ берген ұстаздарға мың да бір алғыс, осындайға оларды тәрбиелеп шығарғанға. Міне осы уақытта сіздер қандай болғандарыңызды көрсете алып, осы жерде рахмет айтқандарыңызға мен де сіздерге алғыс айтамын. Желаю вам в будущем светлой дороги, чтобы все ваши мечты претворялись в жизнь, и чтобы вы всегда были достойными патриотами нашей страны. Я очень благодарна судьбе, что вы были у меня в жизни, в моей педагогической деятельности. Удачи вам в большой жизни, оставайтесь патриотами. Вот сегодня спасибо вашему куратору, спасибо вашим родителям. Сегодня сама концепция вашего этого литературного вечера, тематика очень правильные, молодцы. Спасибо вам большое. Сізге сәттілік, жолдарыңыз ақ болсын. Барлығына мейіріммен қалай біліңіздер. Біз қыздарымыздың да, жігіттеріміздің де өнерін тамашаладық, бірақ өнердің артында сондай елімізге деген үлкен махаббаттың бар екендігін сезіндік.
олар осы елді дамытуға үлес қосамыз деген уәделерін берді. Енді менің ойымша біздің қасымызда отырған ұстаздар сол уәденің орындалған күнінің куәсі болсын деп тілек айтқым келеді. Жалпы жолдарыңыз ашық болсын, ойлаған армандарыңыздың бәріне қол жеткізіңіздер деген жақсы тілек айтқым келеді.